Бәріне сәлем. Бүгінгі үйренгендерімнен ақпарат. Ал бастайық. Дәл қазір егер кіретін болсақ, биржаға қалай кіреміз, қалай анализ жасаймыз, қарап көрейік. Кеттік. Бірінші дневканы ашам. Алдыңғы күнгі high low дегендерді не істеп қоям. Сып қоям. Так, мына екеуін қара цветке болып қоям. Сөйтіп бүгінгі күннің ашылуын белгілеп қоям обычно. Мынау біздің айлық ашылу бағасы қап-қара қалың. Төбедегі СНР зонаны анықтап көргенмін. Так, енді мен 5 минутқа барам. 5 минутқа барғанда бізде айлық зонаның кедергісі бар. Және осы жерден ликвидтермен қарап көрейік, енді үйреткендері бойынша ликвидтен ликвидке деген сияқты тақырыптарды қарап көрейік. Мысалға, астында мына ликвидті шешті, жоғары жағынан закреп алды, лонг кетті. В общем, мынау фитиль, мына жердегі ликвидті шешті, мына фитильді. Сөйтіп соның жоғары жағындағы неге барып көремін. Мынаны, мына свечка закреп алған, лонг береді, короче, бізге. Мына зонаны аралап. Енді, короче, осы жерден құлаған кезде, осы зонаның ішіне кірген кезде мен позиция ашуым керек. В общем, түсінгенім бойынша. А стоп-лосс, мынау емес, мынау ғой. Стоп-лосс мынаның астында болады. Кірді, позиция ашсаңыз, мына жерден типа мынанша доллар, 45 доллар плюс алады екенсіз болып саналады. Бүгінгі үйренгенім. Ал енді дәл осы әдісті бүгін дәл қазір қарайтын болсам. Так, мына жерде бір ликвид тұр екен. Мына. Және мына айлық, біздің кедергі болатын айлық уровень, айлық ненің ашылуы. Мысалы, байқасаңыздар, бүгін 6-сы айдың бас жағы. Бұл уровеньнің айналасында жүрген екен, бәрібір реакция береді. Қазір мына жердегі екінші рет келіп, екінші рет орындап жатыр. Обычно негізі бір-ақ рет орындайтында ғана сенімдімін. Одан кейінгілерде кіруге қорқамын. Кірмеймін. Дәл қазір мен ойлап тұрмын, бұзып кетеді. Мына жақтағы зоналардан құлайды деп. Егер үлкен таймфреймдерін істейтін болса, онда мынаны жапқаннан кейін денемен осы 2 сағат жоғарыға кетеді лонгқа. Мына ликвидтерге дейін, мына ликвидке дейін. В общем, былай ғой. Мына ликвидке. Егер былай қазір денемен жабатын болса ғой, короче. Мына бүйтіп қарайсызда, денемен жауып қалса, онда откаттан типа бүйтіп кетеді деп беріп атады әйтеуір. Так, не айтамын, тренд линия. Тренд линиясы қойық. Тренд линияны бұзып сапты. Мына жерде 2 сағаттықпен соң, мынандай зат бар ғой, 2 сағаттықпен тренд линиясы, 2 сағаттықпен подтверждение аласың. Вот, мына жерде берген екен, мәні лонг боламын деп. Мына жерде смело лонг алады адамдар. Мына жаққа дейін бірінші тейк, екінші тейк. Ликвидтер. В общем, сол. Білгенім. Негізі дневкада мына жердегі білмейм шортты орындаған жоқ деп ойлаймын.
мына үлкен қызыл бар еді ғой, мынаның барлығын, мына дәл осы жер 50% ғой. Осы жерден бүйтіп астыға кету керек қой. Астыға кеткен кезде де мынау фитиль бар жерге дейін кету керек қой. Мынау кішкентай ғана құлады. Қазір осы жерге барып былай астыға қарай құлайды деп ойлаймын. Негізі биржада тек ойлайды екенбіз ғой. Позиция ашуда нақты мына жерден кір шық деп ешкімге айта алмайды екен. Ол заң бұзушылық болып саналады екен. Сол себепті де болжаммен ойлайым деп айтқан дұрысырақ екен ғой. Сондықтан ойым